Қазақ радиосы. Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Армысыздар, ардақты мектеп қауымдастығы. Айсай Қазақ радиосының бүгінгі эфирінде сіздермен бірге болатын мен, Индира Радиобаева, 10-шы А сынып оқушысы. Және мен, Иманғали Баймырза, 10-шы И сынып оқушысы. Тәуелсіздік оңай бізге келген жоқ. Ол қыздарым оны қолдан берген жоқ. Отан үшін құрбан болған боздақтар ел есінде қалды, мәңгі өлген жоқ. Әр қашанда тыныш болсын түніміз, шуақ шашсын ашық аспан күніміз. Кеше ғана азаттықты аңсаған, бүгін міне ірі елдердің біріміз. Жалыным бар, ешкім оны сөндірмес. Бұл әлемде қазақ жерін кім білмес. Қонақ жайлы азат елді, көп ұлтты Қазақстан еліне ешкім тең келмес. Халқым аман, тыныш өмір кешейік, елімізді қорғап мәңгі жүрейік. Бар адамға бір ғана менің тілегім, бейбітшілік қасиетін білейік. Достар, егемен еліміз 16 желтоқсанда салтанатты жағдайда ұлттық мереке тәуелсіздік күнін атап өтеді. Қазақстандықтар алмағайып өтпелі кезеңнің барлық қиындықтарын жеңіп, әлемдік сахнаға көтерілді. Республикамыздың осындай биіктіктерді бағындыруына барлық адамдар сүбелі үлес қосып келеді. Ұрпақтарының іріс ортаймасын, намысы тапталмасын деп көксеген ата-бабамыздың арманы орындалған осы шақта баршаңызға бақыт, байлық, береке тілейміз. Еліміздің ертеңі жолындағы еңбегіміз жана берсін. Қымбатты тыңдарман, сізді республикамыздың әр азаматы үшін айтулы мереке тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Еліміздің жалынды жастары бастарын бәйгеге тігіп, бодандық құрсауынан шығуға ұмтылған қыршын ерліктері бүгінгі тәуелсіз еліміздің жарқын істерімен жалғасын табуда. Бостандық пен еркіндіктің бастауы болып табылатын осы салтанатты күні сізге игілік пен бақыт, бақ-дәулет, ырыс тілейміз. Қазақстанның тұрақты дамуы мен кемелденуі жолындағы еңбектеріңіз табысты, барлық бастамаларыңыз сәтті болсын. Бүгінгі біздің салтанатты эфиріміздің арнайы қонағы бар. Бүгінгі Айсай Қазақ радиосы эфиріне келген қонағымызды таныстыру біз үшін үлкен мәртебе. Астана халықаралық мектебінің, яғни біздің мектептің директоры Болатов Айдар Жұмашұлы бүгін бізде қонақта. Керемет, Айдар Жұмашұлы, қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Айдар Жұмашұлы, бүгінгі таңда еліміздің тәуелсіздігін нығайтуға мектебіміз қандай үлес қосып жатыр деп ойлайсыз? Біздің тәуелсіздігіміздің кепілі бұл білімді, тәрбиелі ұрпақ. Біздің мектеп өсіп келе жатқан жас ұрпақты, яғни сіздерді сапалы біліммен қамтамасыз ету жолында аянбай еңбек етуде. Біз ұлттық құндылықтарды оқушыларымыздың бойына сіңіре отырып, халықаралық стандарттарға сай сапалы білім беруді қолға алғанымызға биыл 10 жыл болды. Еліміздің білім беру нарығында бәсекелестікке төтеп беріп қана қоймай, жылдан жылға алға дамып, оқушылар санының күрт артуы сапаның дәлелі және тәуелсіздікке қосып жатқан үлесіміз деп есептеймін. Шынымен, биыл мектебімізге 10 жыл толды. Мектебіміздің мерейтойы құтты болсын, ағайын. Мерейтойымыз тәуелсіздік мерекесімен астасқаны қандай ғанибет? Айдар Жұмашұлы, тәуелсіздік мерекесіне қандай тілек айтар едіңіз? Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай шын жүректен шыққан ыстық ықыласымды қабыл алыңыздар. Бұл күн ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге асқан, елімізге еркіндік сыйлаған ұлы күн. Осындай маңызы бар тарихи мейрамда еліміздің туы асқақтап, келешегі көркейе берсін дегім келеді. Болашағымыз өскелең жас ұрпақ сапалы білім мен саналы тәрбиені бойларына сіңіріп, еліміздің іргесін нығайтсын, бейбітшілігімізді сақтасын. Барлық тыңдармандарға мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақыт, сәтті күндер, зор жетістіктер тілеймін. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Тілектеріңіз қабыл болсын. Мәртебелі қонағымыз болғаныңызға шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздерге де көп рахмет. Индира,
Айдар Жұмашұлының баталы тілегін бір рухты әнмен жалғастырсақ қалай болады? Әрине, керемет болады. Бүгін назарларыңызға Айсы Қазақ радиосы үйірмесін оқушылары орындаған Мен қазақпын әнін ұсынамыз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше дейміз. Келесі эфирге дейін аман болыңыздар. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Қазақпын мың өліп, мың тірілген жүрегімде таныстым мың тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай. Жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнетім таптарындай. Қашан қазақ атандым мен азандап, әлі күнге білмейсің ей адамзат. Адамзат есіміме береді бала жасын құлпы тасты жұлқыған кей азамат. Ару жолда мал теріп ала берде уайым түбі теңіз ғой бара берме. Жігер керек, жүрі керек, жалы керек, қайрат тұрбы боп түгіл қара елге. Бұл күн десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар. Бұл күн десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар. Қазақпын мың өліп, мың тірілген жүрегімде таныстым мың тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, тұры сол туысқаным, бірге тартқан тағланың құйысқанын. Арамызда қара көз бір қыз бәлкім, бөліп берген егізге уысынанын. Мен қазақпын бір биік белеспін, мен Европада, Азияда емеспін. Мен аралықпын жетінші материктей, бірақ барша адаммен темізбін мен. Мен қазақпын, байтақ елім, қайта тудым өмірге қайта келдім. Мен мұнда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Бұл күн десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар. Бұл күн десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар. Десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар. Бұл күн десең мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар. Бұл күн десең мен қазақпын. Көк байрақтың бар, елім бар, жерім бар.